Жаңа жыл құтты болсын! Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі менің күнім осылайынан қызымды жаңа жылдық елкаға дайындаумен басталды. Қызымның деген шашын әдемілеп жинап, бұралап жібердім. Шашын бұралып жатып, есіме менің өзімнің кішкентай кезімдегі елка есіме түсті ғой. Мамам деген шаштаразға мені жазып, шашымды әдемі қылып жіберетін тұғын. Мамамның жұмысы деген жаңа жылда өте көп болады. Соған қарамастан бізді қатарымыздан қалмасын деп киімімізді, маскамызды, шашымыздың барлығын реттеп тазалап беріп жіберетін ғой. Енді ол кезде бір прическаге, бір көйлекке мәз болып мектепке ештемені ойламай кете беретінбіз ғой. Енді қазір өзімнің қызымның шашын істеп жатып ойланып жатырмын ғой. Әйтеуір әдем болсын, қатарынан қалмасын деп жасайды екен ғой деп. Қызымды жіберіп, таңғы асымызды ішіп алып, түскі кешкі асқа кірістім. Бізде түскі асқа тефтели, пюремен қасында күрішті жасайын дедім да, сосын қой көп кетер, ысырап болып кетер деп, соңғы кезде тек кішкентайдан ғана тамақ жасап жүрмін. Картошканы қайнатып қойдым, қайнайын деп жатыр, қойып қойдым. Күрішімді, керек заттардың барлығын дайындап алдым. Енді қазір тефтели жасаймын. Өткенде ыдыстарымды бір сыпыра жаңа жылға дейін ауыстырып алармын деп, жаңартып алармын деп ойлағанмын. Сөйтіп базарға барған. Базарда адам жүретін жер жоқ, адам көп, сосын жаңа жыл өткеннен кейін де күн бар ғой деп, керек затымды кейін алармын деп қайттым. Тамақ дайындап жатқан кезде қызым келді. Сабағын оқытуға уақыт жеткізе алмай жатам төртеуімен. Сол үшін осылайынан менің қолым бос емес болса да қасыма алып алып, осылай кітап оқытып қоямын. Біз қазір мына терезеге шыршаның суретін салайын деп жатырмыз. Осыған сосын ана терезеге не саламыз? Подарканы саламыз ба? Жарайды, бірақ бізге салып келеді. Інім салады, мен саламаймын сурет. Мына суретті бастадық, ручка көрсетшіш. Мұндай бұтақ шығу керек. Сейме-жеме шығады ма? Керекті құрал жабдықтар бір сылтаумен стеклода сыртылып қалды. Нормально? Өжер сатыл. Мұна менің інім сурет салып жатыр. Қалай қыздар ұқсап жатыр ма? Мұна біздің аққаламыз, ал мұнау біздің ручка. Мынау шыршамыз. Қыздар деген қуанып жүрген жақта. Мұна терезеге олфты салып бер деп жатырмын. Біздің үйде үлкен елка болатын. Бірақ ол елка біздің үйге қатты үлкен болды. Ол өткен жылы құлаған кезде бір бөлмемді алып, ойыншықтардың барлығы шашылып, әбден әбір жеткен. Содан кейін биыл мен ауылға беріп жібердім. Содан кейін енді кішкене жаңа жылдық көңіл күй болсын деп, мынау терезеге балаларға сурет салғызып жатырмын. Інім деген менде архитектурный да оқиды, сурет деген күшті салады. Қалай шыққан? Жаңадан елка сатып алайық, кішкентайын деп едік. Ол елка деген 25 мың тұрады. Мұны олф салып жатыр. Салып бітті. Енді мынау қыздар бастады. Біз ешін қызан деп атымын. Болды.
Енді қарсы алып бастайын деп жатыр. Енді оны қыздарым өздері салсын деп жатыр. Хорошо? Ол қалай шыққан? Шыққан, иә? Ана бүйтіп. Жа